22 маусым 14 сағат 50 минут шамасында өрт сөндіру бекетіне Наурыз саяжайы тұсында Шіркейлі каналының бойында қураған шөп, жыңғыл ағаштар жануда деп хабарлама түсті. Жеке құрам дабыл бойынша көтерілді. Барлығы қызметтерден 17 техника, 76 қызметкер өрт өшіруге жұмылдырылды. Қазіргі таңда 17 сағат 20 минутта локализация толық беріліп, қалдық жанған учаскелер бойынша толық өшіру жұмыстары әлдеде жүргізілуде. Өрт бақылауда жақын орналасқан елді мекендерге ешқандай қауіп жоқ.